Мына дүние өзгерді. Мен оны судан да, жерден де, ауадан да сездім. Өткен істің барлығы ұмыт болды. Қазір ешкімнің есінде жоқ. Әлем танымастай өзгерді. Оны аққан судан, көшкен белден, соққан желден сезем. Бұрын болғанның бәрі көңілден өшті. Көз көргендерден тірі қалған ешкім жоқ. Жүзіктер әміршісі, жүзік бауырластығы. Мұның барлығы сиқырлы жүзіктен басталған. Машайықтар үш сиқырлы жүзікке ие болды. Олар ұзақ жасайды, ақыл парасатты әр ақиқатты жақтайды. Ергежейлер 7 сиқырлы жүзікке ие болды. Олар кен қазудың майталманы, тау өңірлерінде кен қазады. Ал адамдар 9 сиқырлы жүзікке ие болды. Олар басқаларға қарағанда атақ бар. Сиқырлы жүзіктердің соғылуы бәрін өзгертті. Үшеуі эльфтерге тиді. Жан біткеннің ішіндегі мәңгі өлмейтін ең ақылды, ең әділ тіршілік иелері. Жетеуі гномдар әміршілеріне бұйырды. Тауын көпкен қазған, тас қашап сарай салған қаш шеберлер. Қалған тоғызы бәсіре етіліп адам нәсіліне берілді. Жер бетіндегі ең тойымсыз билік құмарлар. Әр жүзіктің өз қасиеті бар. Ол әрбір нәсілдердің күшіне үстемді жүргізеді. Алайда олардың барлығы алданып қалды. Өйткені тағы бір сиқырлы жүзік пайда болды. Мордордың ақырзаман жанартауының жалынында. Түнек патшасы Саурон мына дүниені өзіне құл ететін сиқырлы жүзікке ие болды. Қасиетті сиқырлы жүзік. Ол қасиетті сиқырлы жүзікке зұлымдық пен жауыздықты ұялатқан. Сол арқылы дүниені билемек болды. Бұл жүзіктердің әр нәсілге билік жүргізе алатын құдіретті күші болды. Бірақ олар алдауға түсті. Өйткені тағы бір жүзік соғылып қойған. Мордор даласында, от бүріккен жалын тауда. Түнек әміршісі Саурон ешкімге білдірмей қалған жүзіктерге үстемдік ететін әмірші жүзікті соғады. Жүзікке ол қан құйлы қатыгездік пен жауыздықты бірдей сіңіріп, 7 қылымды билемек болады. Бұл жүзік барлығына билік жүргізеді. Орта топырақтың бейбіт ортасы сиқырлы жүзіктің қаһарына ұшырайды. Алайда кейбіреулер оларға қарсы шықты. Олар одақ құрып, Мордордың зұлым күшіне қарсы шыққан машайықтар мен адамдар еді. Сұрқиялық толған ақырзаман жанартауында орта топырақтың бостандық шыңғырысы. Жер жүзі бір ғана жүзікке бағынды. Бірінен соң бірі, кіндік жердің азат өлкелері жүзіктің табанында жаншылып жатты. Қасқайып қарсы тұрғандар да болды. Адам мен эльфтердің соңғудағы кіндік жердің азаттығы үшін жалын таудың түбінде Модр әскермен кескілескен шайқасқа түсті. Түнек патшасы Саурон орта топырақтың бейбіт халқынан ақыры жеңіліп дінді. Саурон кіндік жердің азаттығына қатер төндірген қас дұшпан ажал құшты. Сиқырлы жүзік Исилдардың қолына түсті. Оның бұл жүзікті құртуына тек бір-ақ рет орай бар еді. Бірақ пенделіктің құрығынан құтыла алмады. Әрі сиқырлы жүзіктің хикметін де меңгере алмады. Ол Исилдарға тәуелді болғысы келмеді. Жүзік Исилдурға өтті. Кесапат күшті бір жола жоюдың таптырмас орайы туды. Бірақ адам көңілі жамандыққа азбай тұрама. Ал әмірші жүзіктің ішіне бүккен өз сұмдығы болатын. Ең соңында
өзінің түгіне жетті. Ұмытылмайтын нәрседе ұштөгейде жоғалды. Тарих аңызға айналды. Аңыз ертегіге айналды. Сиғырлы жүзіктің керегін 2500 жыл бойы шам баласы білмеді. Тағдырдың орналастыру бойынша оның жаңа бір иесі табылды. Ақыры жүзік Исилдустың басын жұтып тынды. Ұмытуға болмайтын талай нәрселер ескерусіз қала берді. Тарих аңызға айналды. Аңыз ескіріп әпсана болды. 2,5 мың жыл бойы жүзік жан баласының көзіне түскен жоқ. Тек күтпеген жерден өзіне жаңа қожайын табады. Сиқырлы жүзік Голлумның қолына түсті. Ол жүзікті тұман торлаған таудағы үңгірге алып келді. Оның ақыл есі жүзікте ғана болды. Бұл менің қолыма түсті. Бұл менің асыл қызынан. Жүзік Голлум деп аталатын тіршілік иесінің қолына түседі. Жүзікті ол тұман жайлаған таудың терең түкпіріне апарады. Сол жерде жүзіктің арбауына түседі. Маған келді. Менің меншігім. Менің дүнием. Менікі. Менің қазынам. Жүзік Голлумнан бас тартты. Сиқырлы жүзік одан құтылғанымен, ойламаған жерден оны тағы бір адам тауып алды. Бұл не? Ол бір хоббит адамы, Шерлок Билбо Баггинс. Бір тал жүзік. Менің асылым жоғалып кетті. Келешекте хоббит адамы заманның тағдырын белгілейді. Жүзік Голлумды тәрк етті. Бірақ оның жолына күтпеген бір оқиға келіпті. Жүзік ешкім естіп, ешкім көрмеген жаратылыс иесінің қолына түседі. Бұл не? Хоббит Билбо Баггинс, шир тумасы. Жүзік. Жоғалттым. Асылымды жоғалттым. Бүкіл жер бетіндегілер тағдырларының хоббиттердің қолында екенін білетін күнде таяй түсті.